Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін біз сіздермен туризмдегі логистика курсы бойынша 10-шы тақырып туризмдегі қонақ үй қызметтерінің логистикасын талдап талқылайтын боламыз. Дәріс логистика қонақ үйдің жасырын жүйкесі ретінде, технологиялық цикл қонақты қарсы алудан шығарып салуға дейінгі брондау қызметінің стратегиялық рөлін және логистика мен көлік байланысына қатысты тақырыптарды талдайтын боламыз. Неліктен логистика қонақ үйдің жасырын жүйке жүйесі? Логистикалық жүйе материалдық және ақпараттық ағындарды жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау процестерінің жиынтығы. Қонақ үй контекстінде бұл тұрақты жұмыс істеудің ырғағын, ресурстарды дұрыс бөлуді және қызмет сапасын қамтамасыз ету механизмін білдіреді. Логистиканың негізгі үш мақсаты ол сапаны қамтамасыз ету, шығындарды азайту және қанағаттануды арттыру. Сапаны қамтамасыз ету ол қонаққа берілетін қызметтің үздіксіздігі мен жоғары деңгейі. Ал шығындарды азайту, ресурстарды тиімді пайдалану арқылы операциялық шығынды оңтайландыруды айтамыз. Ал қанағаттануды арттыру, қонақтың жағымды тәжірибесін қалыптастырып, адалдығын бекіту. Логистика бұл тек тауар жеткізу емес, қонақ үй ішіндегі барлық процестердің үйлесімді жұмысы. Яғни кадрлардан бастап технологияларға дейінгі жүйені қамтуы тиіс. Келесі технологиялық цикл ол қонақты қарсы алудан шығарып салуға дейін. Қонақ үйдегі әрбір қонақтың тәжірибесі бірнеше кезеңнен тұратын тұтас логистикалық циклды қамтиды. Осы циклдің үздіксіз жұмыс істеуі жоғары сапалы сервистің негізі. Ең алдымен қонақ қарсы алынады және тіркеледі. Бірінші әсердің логистикасы жылдам тіркеу, нөмір кілтін беру және қонақты бағыттау. Келесі нөмірлерді басқаруға тазалық стандарттары, жабдықтарды тексеру, шаршатпайтын жабдықтау процестері жатады. Келесі ол қосымша қызметтер. Қосымша қызметтерге тамақтану, фитнес, мәдени бағдарламалар және консьерж қызметтері жатады. Ал шығарып салу ол кетімді рәсімдеуді, есеп айырысуды, кері байланыс жинауды және болашақ орындауға шақыруды сипаттайтын технологиялық цикл. Сіздер суреттен әр кезеңнің кеңейтілген сипаттамасын байқап отырсыздар. Ол бірінші кезең ол қарсы алу және тіркеу. Қарсы алу және тіркеудің операциялық мазмұны қонақ үй мен қонақ арасындағы алғашқы тікелей байланыс нүктесі. Мұнда бірінші әсердің логистикасы шешуші рөл атқарады. Процесс тек құжаттарды толтырумен шектелмейді. Қонақтың алдын ала жасалған бронын жүйеден жылдам табу, жүгін жеткізуді ұйымдастыру, қонақ үй ережелері мен негізгі локацияларын түсіндіру және нөмірдің электронды кілтін бағдарламалап беру кіреді. Заманауи қонақ үйлерде бұл кезеңді жылдамдату үшін цифрлық шешімдер, мысалы, өзін-өзі тіркеу терминалдары немесе мобильді белсенді енгізілуде. Екінші кезең ол нөмірлерді басқару. Нөмірлерді басқарудың операциялық мазмұны қонақ үй жұмысының ең көрінбейтін
бірақ ең маңызды қозғалтқышы шаруашылық қызметі. Бұл кезең қонақтың бөлмеде жайлы және қауіпсіз демалуын қамтамасыз ететін кезең. Оған халықаралық тазалық стандарттарын сақтау, бөлмедегі техникалық жабдықтардың климат бақылау, сантехника, жарық сияқты жұмыстарды ақаусыз жұмыс істеуін тексеру және қонақты шаршатпайтын, көзіне түспейтін уақытта ішкі жабдықтар мен мини-барды жаңарту логистикасы кіреді. Келесі кезең ол қосымша қызметтер. Қосымша қызметтердің операциялық мазмұны қонақ үйдің негізгі табыстарының бірі және қонақ қанағаттанушылығын арттыру құралы. Бұл кезеңде кросс-функционалды логистика іске қосылады. Мейрамхана қызметі мен бөлмеге тамақ жеткізу, яғни рум-сервис, спа және фитнес орталықтарының жұмысы, бизнес орталықтар мен консьерж сервисі, экскурсиялар ұйымдастыру, такси шақыру және билеттер брондау. Барлық қосымша қызметтер қонақтың ортақ шотына қатесіз тіркеліп отыруы тиіс. Келесі кезең ол шығарып салу кезеңінің операциялық мазмұны, циклдың қорытынды кезеңі. Бұл жерде қонақтың қонақ үйде өткізген күндері туралы соңғы пікірі қалыптасады. Негізгі міндеттер көрсетілген барлық негізгі және қосымша қызметтердің нақты есебін шығару, яғни фолио шот дайындау, экспресс шығаруды ұйымдастыру, қонақтан көрсетілген сервис сапасы бойынша шынайы кері байланыс алу. Ең бастысы бейілділік бағдарламасы арқылы қонақты болашақта осы қонақ үй желісіне қайта оралуға ынталандыру және оны тұрақты қонақ деңгейіне өткізу. Брондау қызметінің стратегиялық рөлі туралы айтатын болсақ, брондау қонақ үй логистикасының бастапқы нүктесі. Менеджерлердің негізгі міндеті сұраныс пен ұсынысты тепе-теңдікте ұстай отырып, нөмірлі қорды алдын ала болжау. Тиімді брондау жүйесі артық резервтеудің алдын алады және кірісті барынша арттырады. Жүйелі брондау тәртібі мен анық жауапкершілік бөлінісі бұл брондау қызметінің стратегиялық рөлі. Келесі брондау қызметінің стратегиялық рөлі ол ақпараттық ағымдарды цифрландыру арқылы қателерді азайту, мерзімдік сұраныс ауытқуларына бейімделу мүмкіндігі да брондау қызметінің стратегиялық рөлі болып табылады. Ресурстарды болжамды бөлу туралы брондау мәліметтері негізінде алдын ала қандай жоспарлауға болатындығын анықтау. Ол персонал кестесі мен жүктемесі бұл ресурстарды болжамды бөлуді қамтиды. Тамақтану бөлімінің қоры, тазалық қызметінің жұмыс ырғағы және техникалық қызмет кестесі бұлардың барлығы ресурстарды болжамды бөлуді негіздейді. Қонақ үйдің іскерлік логистикасы, азық-түлік, тұрмыстық химия, ұйқы жабдықтары және техникалық материалдардың үздіксіз жеткізілуін қамтамасыз ету. Жеткізушілермен тұрақты шарттар, резервтік қоймалар және цифрлық тапсырыс жүйелері тиімділіктің кілті болып табылады. Барлық жүк ағындары, санитарлық нормалар, өрт қауіпсіздігі
және азық-түлік сапасы талаптарына сай болуы тиіс. Заңды жауапкершілік жеткізушіден соңғы тұтынушыға дейінгі тізбекті қамтиды. Осылардың барлығы заңдық және қауіпсіздік негіздемесі. Жеткізу тізбегі бұл сенімді жеткізушілер мен ұзақ мерзімді серіктестік және баламалы арналар. Ал қойма басқару қор деңгейін оңтайландыру, мерзімі өткен тауарлардың алдын алуды сипаттайды. Ал шығын оңтайландыру ресурстарды тиімді пайдалану арқылы операциялық шығынды 15-25%-ға азайту мүмкіндігі. Қазақстан қонақ үйлеріндегі бүгінгі сын тегеуріндерге тоқталатын болсақ, арзан баламалардың, яғни хостелдердің, апартаменттердің кеңінен таралуы дәстүрлі қонақ үйлердің нарықтық үлесін азайтуда. Бұл жағдайда қонақ үйлер бағалық бәсекеге емес, сервис сапасымен ерекше тәжірибе арқылы өзін ерекшелендіруге мәжбүр. Ал маусымдық ауытқулар, іс-шаралар күнтізбесімен байланыс және маркетингтік стратегия осы мәселелердің, яғни номерлік қорды толық толтыру мәселелерінің негізгі факторлары болып табылады. Толтыру деңгейін арттыру үшін динамикалық баға белгілеу және мақсатты аудиторияға бағытталған науқандар қажет. Қонақ үй индустриясындағы персонал ауысымының жоғары қарқыны институционалдық бөлімнің жоғалуына алып келеді. Тәлімгерлік бағдарламалары, корпоративтік оқыту жүйесі және мансаптық өсу жолдары кәсіби сабақтастықтың жетіспеушілігіндегі мәселелерді шешудің тиімді жолдары болып табылады. Қонақ үй сапасы әрине ол субъективті ұғым. Сондықтан да оны өлшеп басқару үшін арнайы жүйелер мен көрсеткіштер қолданылады. Сапа қонақтың күткені мен нақты алғанның арасындағы айырмашылық. Осы алшақтықты барынша азайту логистикалық басқарудың басты міндеті. Күтуді дұрыс қалыптастыру маркетинг пен коммуникацияның жауапкершілігінде. Уәде берілген сервис әрине орындалған сервиске тең болады. Жеке тәсіл және назар аудару бұл тұтынушының қабылдауы болып саналады. Сапаны тек сезіммен емес, нақты мәліметтер арқылы бағалау да өте маңызды. Сапаның өлшемді көрсеткіштері ол онлайн рейтингтер, мысалы Booking, TripAdvisor платформалары. Клиенттің адалдық индексі де сапаның өлшемді көрсеткіші болып табылады. Кері байланыс талдауы жүйелі жетілдіру үшін қажет, ал қайта оралу жүйелігі ең нақты сапа көрсеткіші болып табылады. Қонақ үйдің орналасуы туристік ағынды тікелей анықтайды. Ландшафт, табиғи нысандар, тарихи орталықтар мен іскерлік аудандарға жақынырақ бәрі сұраныстың деңгейіне тікелей әсер етеді. Бұл туристік ағындар мен локацияны анықтайды. Ал халықаралық әуежайлар, жылдам темір жолдар мен қалалық жалпыға ортақ көлік туристердің таңдауына да шешуші ықпал етеді. Қонақ үй, туроператорлар, трансфер қызметтері және экскурсиялық бюролардың бірлескен жұмысы
тұтас туристік өнімді қалыптастырады. Мұндай интеграция қонаққа жайлы, үздіксіз тәжірибе ұсынады. Қонақүй тәжірибенің жүрегі. Әрине, өйткені туристік саяхаттың ең маңызды бөлігі қонақ үйдегі уақыт. Сапалы логистика осы тәжірибені ұмытылмас етеді. Біз сіздермен бүгін логистика тұрақты табыс кепілі екендігін анықтадық. Жақсы ұйымдастырылған логистикалық жүйе тек шығындарды азайтпайды, ол қонақтың қайта оралуын және ауызша жарнаманы қамтамасыз етеді. Логистика бұл соңғы минуттағы шешім емес, ол алдын ала ойналыстырылған жүйе екендігін бүгін біз сіздермен талдап талқыладық. Себебі қанағаттанған қонақ өсіп келе жатқан бизнеспен мақтанышты ұжым болып табылады. Яғни, логистика арқылы жоғары стандарттарға жетуге әбден болады. Осымен біз сіздермен дәрісімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.